Қалаға қашан жетеміз? Толғақ жиілеп барады. Жеттік, сабыр сақта қымбатым. Қызыңыздың жүрегінде шу бар, сіздерді әзірге бақылаймыз. О, құдайым-ай, не істейміз? Дәрігер, бұл қауіпті ме? Қызымның аты Акерке болсын. Иә, керемет ат қой. Біз үйге қайтатын болдық. Иә, балапаным, үйге барамыз. Қызым, апаң сені күтіп отыр, апам тұрғанда бізге қызғайда. Апаңның қызысың ғой сен? Сіздің қызыңыз ғой, мамашка, біз таласпаймыз. Иә, менің қызым. Өздеріңе басқа бала туып алыңдар. Қарның тоймай жатыр ма? Не болды саған? Маған берші, өзің демалып ал. Саған бөкпен жасап бермесем, шешеңнің сүтіне тоймай жүрген сияқтысың. Сенің жасың бірге де толған жоқ, екі баламен қиналмас па екенмін? Толғақ басталған сияқты. Қалаға кеттік, жылдам шық. Ұлымның атын Бақтияр қоямыз. Шеше, қашан әлде келесіз? Шешелеріңді айналып шықпай қалыпсыңдар ғой. Аман есен босандым ғой әйтеуір. Бұл жігіттің атын Бақтиярға ұқсатып Спандияр қоямыз. Иә, керемет есім. Апа, бұл да үстіме тоймай жүрген сияқты. Бұл балаға да бөкпен береміз, амал жоқ. Апа, помидор қашан піседі? Ертең піссе қысқа азығымыз болады, шешең банка жабады ғой. Шүкір, біраз банка жауып алдық. Ыстық нан жеймін, жеше. Осы бозаны күнде салмасақ болмайды ма, апа? Сары Иваным осы бозамен өсті ғой. Жарық өшіп қалды. Мен қоян жасадым. Ал, мен ит жасадым. Ертең қыста үй жылы болсын, отын әкелейік. Шіркін далада ішкен шай дәмді ғой. Апа, қайда барамыз? Бостандыққа, әпкеңнің үйіне. Осыны алайық, шешеге ұнайтын шығар. Иә, ол қатты ұнатады. Сатушыға берейік. Жүрейік. Мороженое аламыз! Кімнің қызысың? Апамның. Гүлнұрдың қызы емессің бе? Жоқ, апамның қызымын. Менің қызым мектепке барады. Үй тапсырмасын мен айтайыншы. Әрине, айта бер. Мынау әпкеңнің баласының киімдері, сөмкесін мектепке ұстайсың. Бол тездетікті шеш, сабаққа кешігемін. Шешіп жатырмыз ғой. Мұқтаж отбасыға берілетін көмек саған осы куртқа тура келетін сияқты. Рахмет, мұғалім. Қыздар, ертең әдемі киініп келейік. Иә, келісемін. Мына ауылдан кеткім келеді, өз киімімнен ұяламын. 9-шы сыныптан кейін оқуға түсемін. Болды. Мен соңғы қоңырауға қатыспаймын, қалаға оқуға кеткім келеді. Ертең мұғалімің ұрсады ғой, бар мектепке. Сені туысқанымыздың үйіне орналастырып қайтайын. Оқуыңды жақсы оқы. Иә. Сені туысқанымыздың үйіне орналастырып қайтайын. Оқуыңды жақсы оқы. Өзіміз әрең күн көріп жүргенде бұл қызды біздің үйге әкелгені несі? Адасып кетпесем болды. Бүгін оқудың алғашқы күні. Ой, ақыры адасып қалдым. Сабақтан кешіктім ау. Ауылдан ақша салса, киім алар едім. Жаурадым. Сабаққа ертерек бармасам, көшірме жасауға ақшам жоқ, лекция жазуым керек. Нанды тығып қойыпты ғой тағы. Қарным ашты. Бәрі асханаға кетті. Менде тамақ алатын ақша жоқ. Пиязға шығып аз болсын, тиын табайын. Қалың қалай қызым, саған кішкене ақша тастап кетейін. Жақсы болды ғой, апа. Алла қаласа 4-ші курсты да аяқтаймын. Апамның ауырып қалғаны қиын болды. Апа, сіздің өкпеңізге суық тиіпті ғой? Ой, Жылама, бәрі жақсы болады. Рентген нәтиже бойынша сізде туберкулез анықталды. Жоқ, бұл қалай мүмкін? Иә, суретте анық көрініп тұр. Оқыңызды тоқтатып, ауруханаға жатуға мәжбүрсіз. Сізде туберкулез, ауруханаға жатып емделуіңіз керек. Туберкулез бе? Иә, бұл шындық, емделу керек. Оқуымды аяқтап үлгермедім ғой. Ауырмайды, уайымдама. Рахмет. Дайын, жақсы болды.
Жаным, мен саған демеу болам, сен тек жылама. Рахмет, жаным. Сіз енді үйге барып емделсеңіз болады. Рахмет, дәрігер. Сау болыңыз, тезірек жазылыңыз. Сау болыңыз. Апа, жазылып кетесіз, Алла қаласа. Апа, тамағыңыз дайын. Менің қызым бой жеткен екен ғой. Я, Алла апамның денсаулығы жақсарып кетсе екен. Өзің көмектесші. Апа, тұрыңызшы, ояныңызшы. Апа, жоқ, кетпеңізші. Апамның сырғасы. Сен жақсы көретін мандариндер. Рахмет, қандай жақсы. Аман есен жетіп алыңыз. Осы бір ауру артымнан қалмай қойды ғой. Тағы да аурухананың тамағы. Сізге тамақ әкелдім. Бұл адамға жолама. Неге? Ол түрмеде әтеш болған. Ол не сонда? Жолама деген соң жолама. Нан аламыз, нан аламыз, нан аламыз. Сіз мұнда әлі де емделетін болдыңыз. Рас па? Иә, тағы бір курс қажет. Гигиеналық заттарға мүлдем ақша қалмады. Акерке, ақша керек пе? Палаталарда деп ақша табайық. Жақсы болды ғой, қаражаттан қысылып отыр еді. Жақсы болды ғой, керегімді алдым. Мұны кім қойған? Қызым, сенің артыңнан ешкім келмеген соң біз саған тамақ әкеліп қойдық. Керек емес, мен аяудың керегі жоқ. Бақтияр, неге хабарласпай келдің? Осы дұрыс емес пе? 5 айлық емнен нәтиже болмады, сізді таразға ауыстырамыз. Күштірек дәрілер қабылдайсыз. Жеше, мені таразға жіберіп жатыр. Тағы 6 ай жататын болдым. Палатаңызға бара беріңіз. Рахмет. Дәрілеріңізді қабылдап алыңыз. Бірден 7-8 дәрі ішіп жүрмін. Басым айналып, көзім қарауытып кетті. Мына дәрілерден басым қысып ауырады. Жаным қиналып кетті. Тамақтың дәмін сезбеймін, шөп жеп отырған сияқтымын. Жеңіс аға дәрісін ішкен соң төсегіне жатқан екен. Жүрегі тоқтап қалыпты. Құдай-ай. 6-шы палатадағы ермек жынданып кетіпті. Дәрілерді көтере алмаған ғой байқыз. Иә, өкінішті. Райхан осындағы бір жігітпен кездесіп жүр. Екеуінің де отбасы бар. Ұят екен. Менің жолым неге болмай кетті? Кезінде мені сүйген жігітті жылатып едім. Кешірім сұрауым керек шығар. Сәлем, қалайсың? Кезінде сені жылатып тастап кеткенім үшін кешір. Мына гүл саған. Рахмет, бірақ мен сені шақырған жоқпын. Тек кешірім сұрағым келді. Қайтадан кездесіп тұрайықшы. Жоқ, сен маған ұнамайсың. Мен саған бақыт тілемеймін. Сен мені талай қинадың. Мен ауыр дәрілер ішіп жүрмін. Құнарлы тамақ ішуім керек, бірақ артымнан адам келмейді. Осымен еміңіз аяқталды. Ары қарай үйден емделсеңіз болады. Рахмет, дәрігер. Қуанышты хабар. Ары қарай үйден емделемін. Ертең фтекке баруым керек, мүгедектік рәсімдеуге. Бұлар мүгедектік алады, қолдарына алтын сақина тағып алған. Сізге 2-ші топ мүгедектік беріледі, жәрдемақы аласыз. Сізге 2-ші топ мүгедектік беріледі, жәрдемақы аласыз. Маған қарсы сөйлеме. Әке, тоқта! Сен де! Маған темекі әкелдің бе? Иә. Неғып жатырсың? Мына дәрілерден басым солқылдап ауырады. Мен де ішкенмін кезінде, өтірік істейсің. Сіз өз ісіңізге есеп бересіз бе? Неге іше бересіз? Сен менен есеп сұрайтын кім едің? Мен жұмысқа шығамын. Отыр баста ауыртпай. Единица саламыз, единица! Шүкір, аз болса да тиын таптым. Ішіп ал, бәрінің мазасын алдың. Оттама. Мен мына үйден безіп кеткім келеді. Амансыздар ма? Үйді босатыңыздар, сатқалы жатырмын. Жақсы, біз үй тауып алайық. Иә, тауып алайық.
Мынау осы ауылдағы бұрынғы контора екен. Басқа амал жоқ, пәтер жалдауға ақша жетпейді. Бұның өзіне 10 000 теңге төлейміз. Сәлем, маған тұрмысқа шығасың ба? Біз танысқалы бір ай ғана болды ғой. Маған сен бақытты етемін. Жоқшылық, бітпейтін ұрыс, арақ. Шаршадым. Ең дұрысы күйеуге шығып бұл үйден кетейін. Менің ауылым осы. Айдала екен ғой. Иә, табиғатқа жақынбыз. Келін құтты болсын, құсың құтты болсын, құтты болсын. Хабаршы жібереміз, адрес айт. Тараз қаласы, Шайқорық ауылы. Даусыңды шығарып сөйле. Хабаршы жібереміз, адрес айт. Тараз қаласы, Шайқорық ауылы. Даусыңды шығарып сөйле. Малдың ақшасын маған бер. Әйеліме бердім. Інілері келіп малыңды бақсын, бер. Сен келгелі көрпелер бүтінделіп қалды. Мына қатын мені жамандап жатыр. Мен келе жатсам аузын басып қоя салды. Қойыңыз, жамандаған жоқ. Жоқ, мен ештеңе демедім. Осы келгелі сендердің тесік нәскилеріңді де кие алмай қалдым. Тігіп қоя береді. Қане, ортаға тастаңдар ескі нәскидің бәрін. Менің шешеме қарсы сөйледің. Жоқ, Мамамның аяғын сүй, кешірім сұра. сен маған тағы ренжідің. Кешірші. Құры далаға. Кешірші мені, үйге қайтшы. Мен де саған кешіріммен қараймын. Рахмет, сүйіктім. Сен жылы жерде таптың, бейшара. Базарда жаурап отырушы едің. Мен телефоныңды, сим-картаңды, флешкаңды сындырдым. Енді менің әйелім болғаныңды дәлелдей алмайсың. Енді кетемін десең, дипломың мен киімдеріңді өртеп жіберемін. Ешкіммен ұрыспаймыз, заттарыңды ал. Кеттік.